Жұлдызды жаңалық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Егер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, онда арнамыздағы видео төменіндегі бір ғана лайк және подписаться түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Отандық жұлдыз Тоқтар Серіков пен Бейбіт Сайдуалиеваның қалай отбасы құрғанын білгіңіз келе ме? Онда видеороликті соңына дейін тамашалаңыз. Біз бастадық. Әнші Тоқтар Серіков төрлетіңіз бағдарламасында жұбайын алғаш көрген сәтін айтып сыр бөлісті. 2000 жылдарда енді біз халыққа таныла бастаған кезіміз. Бейбітті Нұрқасымның жылдығына орай өткен үлкен концертте көрдім. Өткен күндер ай деген әнін орындап шықты. Көптен бері бұндай дауыс естімеген едім. Риза болдым, деді Тоқтар Серіков. Бірнеше күннен кейін екеуміз тойда жолығып қалдық. Сөйлеспек болып едім, ол менің қазақшама түсінбей, мен оның орысшасын білмей, қандай жақсы деп ойладым. Тоқтар Серіков. Сонымен қоса әнші Бейбіт Сайдуалиеваның қосылуына халықта себеп болғанын атап кетті. Қазірде Алла қосқан серігімен 3 ұлымыз бар, деді Тоқтар Серіков. Еске сала кетейік, осыдан алдан Тоқтар Серіков коронавирус шалдыққандықтан жан дүниесін ақтарған болатын. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.